Менің сыныптасым қатты ауырып жатты. Дәрігерлер қолынан келгендерін жасап жатса да, оның халі нашарлай берді. Ата-анасы күдерін үзе бастағанда, бір ауылда емші кемпір бар екенін естіді. Жұрттың айтуынша, емші өте мықты. Күдер үзген науқастарды емдейді. Сыныптасымды сол емшіге апарып көрсетті. Ол оған қайнатпа береді. Қайнатпа көмектесуге тиісті, бірақ көзіне әр нәрсе көрінеді. Терезеге жақындатпаңдар. Әрдайым қасында болыңдар. Жалғыз өзін қалдырмаңдар деген кеңеспен шығарып салды. Үйге келіп, сол қайнатпаны балаға бере бастайды. Оның денсаулығы күн сайын жақсара бастады. Ата-анасы қатты қуанды. Мен де қашан класқа келеді екен деп күтіп жүрдім. Бір күні анасы бөлмеге кірсе, бала қолын көтеріп, бұрышқа қайта-қайта көрсетіп отырғанын көрді. Түрі өзгеріп кеткен. Олар қабырғада өрмелеп жүр, деді. Әкесі тағы емшіге барып, болған жағдай туралы айтқанда, емші: ондай болып тұрады, мән бермеңдер. Ең маңыздысы, терезеге жақындатпаңдар. Сол күннен бастап, баланың жанында әрдайым біреу отыратын болды. Қайнатпа ішкен сайын денсаулығы жақсарып келеді. Бірақ көзіне көрінгенді әкесі мен анасына айтқанда, олардың шаштары түк тұрып кететін еді. Әкесі әдеттегідей баласымен отырған кезде үйге біреу келеді. Анасы ваннада жуынып жатқан болатын. Әкесі есікті ашуға кеткенде, бала қараңғы бөлмеде бір өзі қалғанын көріп, қорқып кетеді. Орнынан атып тұрып, терезеге қарай келіп, перделерді ашып жібергенде, терезеден көргенінен жүрегі жарылып кетеді. Әкемнің басып шығармаған оқиғаларын екінші күн оқып отырмын. Ас ішпегеніме біраз уақыт болды. Асқазаным ауырып тұр, шаршадым. Бірақ тоқтай алмаймын. Жалғасы бар.